Иман және ұят. Жәбірейіл алейхиссалам ақыл, ұят және иманды адам алейхиссаламға әкеліп былай дейді. Ей, адам, Аллаху Тағала саған сәлемін айтты. Алып келген мына 3 сыйлықтың бірін қабыл алуыңды бұйырды. Адам алейхиссалам, әкелген бұл 3 сыйлықтың ішінен ақылды қабыл алдым. Жәбірейіл алейхиссалам иман мен ұятқа қарап, сендер бара берсеңдер болады, дейді. Сонда иман оған, Аллаху Тағала маған ақыл қайда қалса, сен де сонда қал деп бұйырған. Сондықтан мен ақылдан айырылып кете алмаймын. Ұятта, Аллаху Тағала маған да дәл солай бұйырған. Мен де ақылдан айырылып кете алмаймын. Аллаху Тағала кімге ақыл берсе, ұят пенен иман онымен бірге болады. Ақылы болмаған адамның ұяты да, иманы да болмайды. Намаздың маңыздылығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында сахабалардан біреуі пайғамбарымызға келіп, табысымның көптігіне қарамай тұрмыс ауыртпалығын шегудемін деп жағдайын айтады. Пайғамбарымыз, үйіңде намаз оқитын адам бар ма? Деп сұрайды. Ол, жоқ, үйде барлығымыз намаз оқимыз. Намаз оқымайтын адам жоқ, деп жауап береді. Пайғамбарымыз, көршілеріңнен әлде сол көршілеріңде намаз оқымайтын адам бар ма? Деп сұрайды. Сахаба, көршілерімізде де, көшемізде де намаз оқымайтын адам жоқ. Дегенде пайғамбарымыз, бір сұрастырып көр, көшелеріңнен намаз оқымайтын біреу өтті ме екен? Деп бұйырады. Қайтып келген сахаба, сұрастырдық, көшеден намаз оқымайтын ешкім өтпеген екен дейді. Пайғамбарымыз, бұл берекетсіздік намаз оқымаудан туындауда, дегенде сахаба қайтадан сұрастырып, ей Расулаллах, намаз оқымаған біреудің жаназасы өтіп бара жатып, табыты біздің үйдің дуалын сызып кеткен екен, дейді. Бұған пайғамбарымыз, міне, үйіңдегі берекетсіздіктің себебі осы, ол дуалды тез арада бұзып, қайта тұрғызыңдар, деп бұйырады. Аллах ризалығы. Аллаху Тағала Мұса алейхиссаламнан мен үшін не істедің? Деп сұрағанда, ол, ей Раббым, сен үшін намаз оқытым, ораза тұттым, зекет бердім, есіміңді көп зікір еттім, дейді. Аллаху Тағала бұйырады, ей Мұса, намаздарың саған дәлел, тұтқан оразаларың тозақтан қорғаныс, зекет қияметтің ыстығынан қорғайтын көлеңке. Менің атымды зікір етуің қабір мен қиямет қараңғылығынан құтқаратын нұр. Яғни, бұлардың пайдасы саған тиеді. Мен үшін не істедің? Мұса алейхиссалам, ей Раббым, сен үшін не істейтінімді айтшы, деп жалбарынады. Аллаху Тағала, ей Мұса, достарымды мен үшін жақсы көрдің бе? Дұшпандарыма мен үшін дұшпандық жасадың ба? Дейді. Мұса алейхиссалам, Аллах үшін жасалатын істің, оның достарын ұнату, дұшпандарына қарсы тұру екенін түсінеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам бұйырады. Иманның негізі және ең күшті белгісі мұсылмандарды сүю және мұсылмандарға дұшпандық еткендерге қарсы болу. Аллаху Тағала Иса алейхиссаламға бұйырады. Жер мен көктегі барлық жаратылғандардың құлшылығын жасасаң да, менің достарымды сүйіп, дұшпандарыма қарсы келмейінше, ғибадаттың ешқандай пайдасы жоқ. Барлық нәрсені тек Аллахтың ризалығы үшін жасау ихлас деп аталады. Ықыласты мұсылман барлық жақсы әрекеттерді, ізгі істерді, ғибадаттармен, қайырымдылықтарды, мұсылмандарды қуантуды тек Аллахтың ризалығы үшін ғана жасайды. Жақсы мұсылман Аллаху Тағаланың көрсеткен тағдырына ризалық білдіреді. Жаман адамдар болса, тағдырға разы болмай, қиын жағдайға тап болғанда у-шу шығарады. Сенің дінің хақ дін. Қонақ күтуді өте жақсы көретін Ибрахим пайғамбарға бір апта бойы ешкім келмейді. Жан-жақтан қонақ іздейді. Ақырында қырдан ақ сақалды қарт адамды көреді. Қарияның жағдайын сұрайды. Ей, жолаушы, жүр, бүгін тамақты бізден шейік, дейді. Ибрахим пайғамбар мен оның адамдары ол қарияны жылы шыраймен қарсы алады. Тамақ жерде барлығы бисмиллах дейді, бірақ ол қарт айтпайды.
Сонда Ибрахим пайғамбар: «Ей, көп жасаған қария, қарттар дініне берік болады. Тамақ ішуді бастаған кезде Хақ Тағаланың есімін айту керек емес пе?» дейді. «Отқа табынатын пірімнің мұндай сөз айтқанын естіген емеспін», дейді қария. Ибрахим пайғамбар не істерін білмей ойлана бастайды. Аллахқа сенбейтін адамға тамақ беру дұрыс па? Ақырында мұндай адаммен бір дастарханда отыру дұрыс емес деп табады. Бұл кезде қария да тұрып кетеді. Осы кезде Хақ Тағала Жәбірейіл алейхиссаламды Ибрахим пайғамбарға жібереді. «Ей, Ибрахим, мен ол қартты кәпір болуына қарамай 100 жылдан бері өмір сүргізіп, ризығын, тұзын беріп келемін. Сен одан бір табақ тамағыңды аядың». Ибрахим пайғамбар дереу қарияның артынан жүгіріп барып: «Қайтадан дастарханға келіңіз, жасаған қылығымды кешіріңіз», дейді. «Неге кешірім сұрайсың?» дейді қария. «Бұл әрекетіме байланысты Хақ Тағала маған уахи жіберіп айыптады». Қарияға бұл қатты әсер етеді. Ол: «Қандай ұлы Тәңір, мен сияқты өзіне 100 жыл бойы қарсы келген бір адам үшін пайғамбарына ескерту жасайды. Бұл қандай жақсы дін. Ей, Ибрахим, мен де сенің дініңе кіргім келеді», деп мұсылмандықты қабылдайды. Тірілген өлік. Мұса алейхиссаламның заманында Бәни Исраил қауымынан бір жігіт өзінен басқа мұрагері болмаса да, малына ашкөздік етіп, бай болған әкесінің ағасын өлтіреді. Өлігін жасырын барып көрші ауылға тастап кетеді. Ертеңіне байдың ауылдастары Мұса алейхиссаламға барып, байды көрші ауылдықтар өлтіргенін айтады. Олар өлтірмегенін айтқанда, Хақ Тағала бір сиыр сойып, бір бөлшегімен мәйіт тұрса, өлі тіріліп кім өлтіргендігін айтатынын Мұса алейхиссаламға білдірді. Халық Хазіреті Мұсадан сойылатын сиырдың қандай сипатта болуы керектігін сұрайды. Ол білдіреді. Құны 3 алтын болғанымен айтылған сипаттар тек бір ғана сиырда болған үшін теріс толған алтын беріп, бұл сиырды сатып алып сояды. Сойылған сиырдың бір бөлшегімен өліні ұрғанда өлі тіріліп, «Мені өлтірген бауырымның баласы» деп айтып қайтадан өледі. Адамдар өлтірген жігітті ұстап өлтіреді. Осылай екі ауыл арасындағы жанжал тоқтайды. Бұл оқиға Құран кәрімде Бақара сүресінің 67-73 аяттарында білдірілген. Соңғы аяттың жалғасында «Міне, Аллах өлілерді осылай тірілтеді, ойланып шындықты түсінулердің үшін сендерге көрсетеді» деп бұйырылған. Перғауындар дәуіріндегі Мысырда сиыр киелі деп саналған жануар еді. Қазіргі Үндістандағы сияқты оларды сиырға табынатын, Аллахтан басқа нәрселерге табынуға болмайтынын көрсету және осындай қате сенімдерді жою мақсатымен Бәни Исраил қауымына осы мұғжиза көрсетілген.